Мен үйдің кенжесі болдым. Менің алдымда екі ағам мен әпкем бар. Әкем жарықтық мені сондай ерекше жақсы көретін, бәлкім кенже болғандықтан. Әлде маған ықыласы ерекше. Тек әкемді ғана тыңдаймын. Бойжете келе, еркелігім азайып, әкемнің сөздерін елемейтін болыппын. Кейде айтқан ақылдарына құлақ та түрмеймін. Алайда әкемді шын жүрегіммен жақсы көремін. Кішкене сырқаттанса, жаным шығып кете жаздайды. Ал әкем мен ауырсам барлық жұмысын тастап, мен жазылғанша қасымнан шықпайды. Мектепті бітіре сала арман қуып ауылдан қалаға жоғары оқу орнына түстім. Әкем жатақханаға жатқызбай пәтерге орналастырды. Жаңа қала, таныс емес орта, бәрі қызық еді. Таныс емес қаланы жүрген жерімді көзбен жаттап алып жүретінмін. Өзім салмақты, артық әңгімем жоқ. Бөгде адаммен тез араласып кете алмайтын қыз болдым. Оқуға келіп жаңа достар таптым. Осылай студенттік қызығы мен шыжығы бар өмір өтіп жатты. Екінші курсқа келгенде біраз нәрсені үйреніп те алдық. Студенттер мерекесінде ВКонтакте желісінде юристте оқитын сырттай көріп жүрген бір бала жазды. Бір университетте оқитын болғасын жауап қайтардым. Көп ұзамай сөйлесіп танысып кеттік. Күнде жазып бір-бірімізге үйреніп қалдық. Бірде группалас қыздың туған күні болды. Ол отырыстан шыққасын мені алып кететін болып келістік. Келді, пәтерге дейін шығарып салды. Денелі, бойы ұзын, салмақты, сөз келіскен. Құрдас болғасын, ойын әзіліміз жарасып тез араласып кеттік. Көп өтпей қыз бен жігіт болып сөйлесіп те кеттік. Ол менің алғашқы махаббатым болды. Мені өзі араласатын ортасымен, інісімен де таныстырып, қайда барса да бос болсам мені қасынан тастамай ертіп жүрді. Алғашқы махаббатымның жағдайы жақсы, беделді жердің баласы, шыны керек. Мен оның байлығы қызықтырмады. Алғаш рет сезімін білдірген жігіт болғасын, мен ғашық болдым. Арада жыл өтіп, 3-ші курсты аяқтауға 2-3 ай қалғанда маған: «Жаным, сені анаммен таныстырайын, осы курсты аяқтап үйленейік» деді. Ол кезде не ойладым екен? Одан айырылып қалатындай келісе кеттім. Бір апта өтпей жатып анасымен танысуға бардым. Апасы екеуі дастархан жасап күтіп алды. Сөйлесіп отырып кенеттен жігітімнің анасы: «Көзің нашар көреді ме?» деді. Сөйтсем, анасы көз дәрігер екен. Менің көзім туғаннан бір көзім ғана көреді, екінші көзім мүлдем көрмейтін. Қарашығы біреуі сопақша. Диагноздарымды солай еш жасырмай айтып салдым. Сәл біртүрлі болғандай, бірақ ештеңе білдіртпеді. Бәрі жақсы сияқты, көңілді тұрып үйге қайттым. Менің көзім туралы жігітім одан алдын ала білетін. Сабақ аяқталатын уақытта жетті. Жігітім күн сайын сыйлықтар жасап көңілімді қалдырған емес, тек соңғы сәттерде. Анаммен таныстырып қойдым, енді үйленеміз, жақындасайық, бәрібір менің әйелім боласың ғой деп ақыры қалаға алды. Сабақ бітіп ауылға баратын уақытта келді. Жігітім болса: «Той күзде болады, ауылыңа барып кел, мен дайындыққа кірісе берем» деген сөзіне қатты сендім. Ауылға демалысқа келіп, қуанышымды іштей жасырып жүрдім. Тұрмысқа шығатынымды айтсам, үйдегілер қарсы. Оқуымды бітірген соң ғана олар рұқсат береді. Жігітім хабарсыз. Өзім телефон соқсам алмайды, жазсам жауап бермейді. Бір кезде түнде: «Мен бір үйдің жалғыз баласымын, маған ұрпақ жалғастыру керек ертең. Сен босана алмайсың, сенің көзің нашар, ол балаларыма беріледі, маған ауру балалар қажет емес. Осымен бәрі бітті, сау бол» деп жазған сөздері жүрегіме ауыр тиді. Күндіз ешкімге ештеңе білдіртпей, түнде жылаумен өткізіп жүрдім. Байғұс әкемнің жүрегі бірдеңе сезетіндей: «Қызым, бәрі дұрыс па? Ауырып жүрген жоқпысың? Неге көзің ісіп жүр? Емханаға барайық» деп бәйек болып жүр. Мен әкемнің сөзіне ашулана: «Ой, папа, қойшы, мен үлкен қыз болдым, мені өбектей бермеші, көзім іссе көп ұйықтап жүрмін» деп байғұс әкеме сөз қайтарғаным есіме түссе, іштей қиналып кетемін. Қанша қайғырсам да ештеңе өзгермейтін еді. Өйткені жігітім үйленіп, фотоларын ВК-ға жүктеп әлдеқашан салып қойған. Өмірім әп-сәтте өзгеріп,
Қайта тұйықталып тек сабаққа бар көңілімді бөлдім. Сөз айтқан жігіттерді маңайыма жолаттырмай жүрдім. Солай оқуымды да аяқтап, қаладан ауылға келіп жұмысқа орналастым. Сол кезде бір танысым: «Ағама көмектесіп жібересің ба қағаздарына?» деді. Мен жарайды деп келістім. Сол кезде ол жігіт мені ұнатып, ізімнен бір жыл жүрді. Басында сол әдеттегідей ол жігітті маңайыма жолаттырмадым. Бірақ ол жігіт күнде сезімін білдіргесін бар шындығымды жасырмай айтқан едім. Ол менің қателігімді түсіне білді. Сонда да маған үйленуге ұсыныс жасады. Әріден үйдегілер де менің тұрмыс құрғанымды қалайтын. Жеңгем шет жағасын жеткізген болатын. Әке-шешемнің жастары үлкендеу болғасын, ойым көзі тірісінде теңім тау отбасы болып, менен туылған немерелерін көрсе деген арманымда болды. Көптен сөз салып жүрген жігітке тұрмысқа шығатын болып келістім. Барлығы тез-тез болып кетті. Әне-міне үйден ұзатылатын күн де келді. Ертең ұзатыламын деген күні түнде түс көрдім. Түсімде әкем жер қазып жатыр, қабірге ұқсас. «Папа, не істеп жатырсыз? Үйге жүріңіз» деп үйге жетектеп бірге кірдік. Оянсам түсім екен. Ойым алмауға тырыстым. Тойға дайындалып, ойдағыдай тойым дүркіреп өтті. Мен бір үйдің жалғыз ұлына тұрмысқа шықтым. Әулеттің жалғыз келіні болдым. Күйеуімнің отбасы өте жақсы жандар. Арада 5-6 ай уақыт өтті. Аяғым ауыр. Төркінге барып, бір күн қонып келейін деп үйден сұранып Төркінге келдім. Сол күні түнде тағы түс көрдім. Түсімде әкем түнде үйден шығып, «Мені қуып жатыр, кету керекпін» деді. Мен артынан жүгіріп келіп, «Сен ешкімнің қууға хақысы жоқ, бұл сенің үйің, жүр үйге кіреміз» деп тағы алып келдім. Түсімде көрген түсімді тек жақсылыққа жорып, өзімді көңіл ұстауға тырысып бақтым. Келесі күні үйдегілер шығарып салды. Қайын жұртым Ақтөбе қаласынан болғасын, сол жақта босанатын болып жолға дайындалдым. Менде көзім нашар көретіндіктен босану үшін отаға келісім жасалды. Шілденің шіліңгір аптасы өте берді. Көп ұзамай айдың бітуіне таяу қалғанда жолға шықтым. Аман-есен жетіп дәрігерге көрініп, анализдердің бәрі жақсы, белгіленген күні кел, сол кезде жасаймыз деп дәрігер шығарып салды. Әлі уақытым болғасын жүре бердім. Таңға жақын тағы түс көріп жатыр екем. Тағы да әкем, жап-жас, шашы қап-қара, бір үлкен қазан асып жатыр екен, іші толы ет пен сорпа. Мен жүгіріп барып қарағаным сол еді. Маған қарап, «Қызым, мені шақырып жатыр ана жаққа, мен кетемін, қалған уақытымды саған беремін» деді. Тілім байланып қасында отырдым да қалдым. Бұл жолы екеуміз де үйге қайтпадық. Шошып ояндым. Таң намазы уақыт таяп қалыпты. Таң атқанын күтіп, анама телефон соқтым. Еш білдірмей жағдайларын сұрадым. Бәрі жақсы деп жайдары дауыспен сөйлесті. Сол күні бойы мазам болмай, кешке қарай ішім тырысып, төмен тартып ауыра бастады. Дереу роддомға барып, олар бүгін осында қаласың деп алып қалды. Келесі күні дәрігер келіп, дереу ота жасаймыз деп алып кетті. Уайымға салғызбайын деп Төркін жағыма айтпадым. Ота сәтті жасалды. Ақырындап көзімді ашсам, медбике шекесі торсықтай ұлымда келді. Қуанып тұрсам да ойымнан әкем кетер емес. Өз-өзіме келгесін телефонды алып анама соқтым. Бірінші сұрағым, «Папаның жағдайы қалай?» деп едім. Менің жағдайымды сұрап, «Бәрі жақсы, қызым, кейін соғармын, босамай жатырмын» деп телефон тұтқасын қоя салды. Жеке палатаға шығып, баламды қызықтап, түннің өтіп, таңның атқанын байқамай қалыппын. Таң ата балам тәтті ұйқыға кетті. Телефонымды қарайын деп қолыма алғаным сол еді. WhatsApp-тағы статуста тума апамыз әкемнің жаназа уақытын күнін хабарлап шығарып қойыпты. Өз көзіме өзім сенбей 100 рет оқыдым. Жаным-ай, тілім байланып көзімнен жас кете берді. Укол салуға келген медбике басу айтып, «Балаңды ойла, сүтін тартылып қалады» деді. Содан ба өксігім шықпай, жоқтау айтып айқайлап жыламағасын ба, кеудем толып зіл батпан жүкті өзіммен арқалап жүрдім. Құдды бір жынды адамдай күй кешіппін. Кейін анамнан естідім. Мені отаға алып кеткеннен әкемнің жағдайы нашарлап кеткен екен. Қызың отадан оянды дегенде ана өмірге жүріп кетіпті. Асқар-тау әкешім-ай, әкеме деген сағынышымды енді айта алмаймын. Қазір жылдан аса уақыт өтсе де, тұла бойымды билеген сол сезімнен құтыла алмадым. Ішімде жиналған өксігімнен арылмадым ба? Кейде өзіме осындай ауыр сынақтың келгені өзегімді өртейді. Қуаныш пен қайғының қатар жүргенін дейді. Дәл осындай боларын күтпедім.
өмірдің ауыр соққысы. Қазір әкем саған сан балама қараймын. Ұлым дүниеге келгенде әкемнің бұл өмірмен қоштасқаны. Неге екеуі бір күнде болды екен деп тағы ойлаймын. Өмір тосын сыйларға толы. Не боларын білмейміз. Қазіргі таңда бұрын мені жылатып кеткен жігіттің де 2 қызы бар екен, және үлкен қызы диагнозбен жүреді. Сөйлей де алмайтынын естідім. Әкесінің кезінде жасағаны баласына барғанына қатты қынжылдым. Өмірде біреуге жасағанымыз алдымыздан шығар хақ. Сондықтан жас қыздарға алданбасын. Өмір жолында талай адам кездеседі деп айтқым келеді. Сені шын сүйетін жан сені тексермейді де, сол қалпыңда қабылдай алады екен. Соны ұқтым. Каналымдағы әңгімелерім ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеле кетіңіздер.